Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте керемет, өте жұмсақ болып шығатын булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен булочкамыздың аппарасын дайындаймыз. Ол үшін бізге бір бокал жылы су керек, 3 ас қасық құмшекер және 2 ас қасық дрож саламыз. Жақсылап араластырып, дрожымыз көтерілгенше 15-20 минут күтеміз. Көріп тұрғандарыңыздай, дрожымыз осылай домалақ болып көтеріледі ыдысымызға. Таза үлкен ыдысымызға құямыз. Одан кейін бір бокал жылы сүтімізді құямыз. Жарты бокал қантымызбен 2 жұмыртқамызды салып, тағы жарты стакан сұйық майымызды құйып, қантымыз толық ерігенше жақсылап араластырамыз. Ал енді ұнымызды салып қамыр елейміз. Ұнымыз көп болып кетпеу керек, жұмсақ қамыр елеуіміз керек. Видеода көріп тұрғандарыңыздай орташа жұмсақтықта қамырымызды елеп алдық. Дайын болған тестамызды салафан пакетикке аздаған сұйық май құйып, тестамызды салафан пакетикке саламыз және де салафан пакетиктің көмегімен осылай елеп жібереміз. Ал енді жылы жерге қамырымыз ашығанша қоямыз. Қамырымыз көтеріліп ашыды. Енді түрлі формаға келтіріп булочкаларымызды жасай береміз. Видеода 3 түрлі булочканың рецептін көрсеттім, сондықтан да видеоның соңына дейін көріңіздер. Бәрі анық көрсетілген. Мен булочканың арасына варенка қолдандым. Бір айта кететін жайт, варенкаларыңыз сапалы болу керек. Сұйықтау варенкалар пісу барысында ағып кетеді.
Булочкаларыңызды жасап болған соң пергамент қағазына орналастырып, бетін 15-20 минутқа салафан пакетикпен жауып қойыңыздар. Печкаға салмас бұрын осылай жасап қойсаңыздар, булочканың қамыры көтеріледі. Және де жұмыртқаның сарысына азғантай сүт құйып, осылай бетіне жағып шығамыз. 180 градуста алдын ала қыздырылған печкамызда 20-25 минут пісіріп аламыз. Ал енді булочканың екінші түрімен бөлісетін боламын. Ол үшін тестамызды осылай 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Үстіне бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды жағып, және де қантымызды сеуіп, макты сеуіп, орап плюшки дайындаймыз. Егер де сізге мак ұнамаса, тек қана қантпен жасауға да болады. Ал енді булочканың үшінші түрі ол осылай қамырды домалақ етіп жайып аламыз, сопақтау етіп. Варенканы бас жағына салып, жақсылап бекітеміз шығып кетпес үшін. Ұзыншалап 6-7 рет осылай пышақтың көмегімен бөліп шығамыз қатарынан. Булочкиді орап, ай тәріздес етіп қоямыз. Егер де менің видео рецептерім ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы ас болсын.